Бәріміз білетін мәд ережесі бойынша, егер фатхадан кейін, яғни ә деп оқылатын харакаттан кейін әлиф кездесетін болса, біз онда екі рет ә деп дыбыс беріп созып оқитын едік, иә? Мысалы, мә, тә, бә. Бірақ осы әлифтің орнына кейде алдыңғы әріптің үстінен осындай тіке сызықша жазылады. Бұл жағдайда әлиф әрпінің өзі жазылмағанымен, осы сызықша қойылған кезде біз оны әлиф бар секілді созып оқимыз. Яғни, бұл жағдайда да мәд болып созылады. Мысалы, әр-рахман. Яғни, бұл жерде әлиф жоқ, бірақ орнына осындай сызықша белгі қойылған. Сондықтан біз оны мәд етіп созып оқимыз. Әр-рахман. Келесі мысалдарды оқиық. Сирото, сирото, малики, малики, залика, залика. Тағы бір айта кететін жайт, осы тіке сызықшаның астына кейде мәд ережесінің яй және уәу әріптері жазылады. Бірақ бұл жағдайда яй мен уәу әріптері оқылмайды. Үстіндегі тіке сызықша, яғни әлиф оқылады. Мысалы, мына сөзге назар аударайық. Зәкәтун. Көп кісі осы жерден қателеседі. Зәкәуәтун деп уәу әріпін оқып жібереді. Бірақ бұл жерде уәу әріпі оқылмайды. Тек үстіндегі тіке сызықшаны, яғни әлиф әріпін біз оқимыз. Зәкәтун. Енді мысалдарға назар аударайық. Зәкәтун, әл-ғадату, әс-солату, әл-хаяту. Енді бұл жерде яй әріпі жазылып тұр, бірақ яй әріпі жазылғанмен де оқылмайды, себебі оның үстінде осындай тіке сызықша, яғни көрінбейтін әлиф жазылып тұр. Сол үшін бұны әлиф етіп оқимыз. Муса, тәрдо, ғәлә, тәзәккә. Бұл ереже кішкене ғана және өте қысқа болғанмен де өте маңызды ережелердің бірі болып саналады. Себебі көпшілігі бұл ережеге назар аудармастан Құранда осылай қате оқып жүреді. Егер сабақ пайдалы болса, видеоға лайк басып, арнаға тіркелуді ұмытпаңыздар.